Қымбатты оқушы, біз енді өзіңмен тырнақшаның тағы да қолданылатын жерлері туралы сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Тырнақша келесі жағдайда біреудің айтқанынан алынған кейбір жеке сөздердің әрқайсысы тырнақшаға алынады. Мысалы, анамның өзіме айтқан алтыным, ботақаным, құлыным, қошақаным деген сөздері әлі күнге құлағымнан кетпейді. Міне, алтыным, ботақаным деген сөздердің әрқайсысы жеке тырнақшаға алынады екен. Екінші жағдайда де деген, дейді, деді, депті дегендер бар еді ғой. Сол де дейтін дәнекерінсіз, көмекші етістіксіз айтылып, заттанып кеткен төл сөздер тырнақшаға алынады. Міне, анау істесін, мынау істесінді қой. Сабаққа бармаймынды доғар деген сөзіңді доғар. Анау істесін дегеніңді қой деген сөз қой. Осындай кезде анау істесінді қой. Міне, қысқартып қолданылатын кезде, осы кезде мына төл сөз заттанған төл сөз біреудің сөзі тырнақшаға алынады екен. Келесі жағдайда кейбір объект етіп алынған тұтас бір сөз, сөйлем, немесе өлең, немесе әріп, дыбыс, әрқайсысы тырнақшаға алынады. Мысалы, а, жуан дауысты дыбыс. Бұл жерде а деген объект етіп алынып отыр. Осы а туралы болып отыр. Міне сондықтан да бұл тырнақшаға қойылады, және сызықша қойылып тұр. А бастауыш, дыбыс баяндауыш. Демек тырнақша осындай жағдайларда қолданылады екен.